Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат, мен есім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта әйгілі әнші Ная, біз бастаймыз. Ная Алтынай Жиенбекова 1978 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласында дүниеге келген. Қазақ-түрік университетін тәмамдаған. 2000 жылдары хит ән орындап қазақ еліне танымал атанған. Қазіргі таңда Ная достар тобында жанды дауыста ән салады. Ная, саламатсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ная ханым қайда кетті? Ная ханым осы жерде Қазақстанда тұрмысқа шықтым. Балалы болдық. Көп уақытымды қазір отбасыма арнаймын. Және де арасында әндер шығарам. Бір балапанымыз бар. 1 жарымнан астық. Ару деген есімді қызымыз. Жолдасыңыз кім? Жолдасым Вия достар тобының жетекшісі, бас-гитарист Әуен Керейбаев. Менің жұбайым, өнерде жүрген досым. 14 жыл бұрын сіздің ең алғашқы бейнебаян шықты эфирге. Мазала әніне бір күн ішінде хит болды. Барлық хит параттарда, бүкіл ақпарат құралдарына шықтыңыздар, радиода айтылды. Неге қазір сіз көрінбейсіз? Көрінбейтін себебім жаңа айтып кеттім. Көп уақытымда отбасыма арнаймын. Және де бізде Вия достар ансамбльге уақытымызды бөлеміз. Жанды дауыс, жанды әуен. Тобымызда 6 адам. Сол кісілермен жұмыс жасаймыз. Бір кездер енді әніңіз хит болды, қазірде хит. Еске түскен адамдар енді ол жерде бір құпия жан болдыңыз, суретші болдыңыз, түріңізде дұрыс көрінбейді. Бір интриганың көкесі ол 2001 жылы болды. Бұл қыз кім екен деп сізді көп осы Линдамен салыстырып жатты барлығы. Осы Линда ұқсайды стилі, айту манерасы деп. Енді қазір эстрададан кетіп қалдыңыз, көрінбейсіз, үлкен концерттерде жоқсыз. Сол жайт сізді қынжылтпай ма? Сіз өнер адамсыз ғой. Енді біз кетіп қалдық деп айта алмаймын. Жұмыс жасап жатырмыз, альбом жазып жатырмыз, жаңа әндер шығып жатыр. Енді әр әншінің өзінің бір бастапқы жолында хит болады ғой. Бір ән әйтеуір хит болады. Сол секілді мазала жырымды қазір жаңа өңдеуден өткіздік, жаңа аранжировка жаздырдық, ремикс. Сол ремикспен концертке шығамыз, жаңа әндерімізбен. Құдай қаласа жоспарда бар, клип түсіріп. Неге телеарналарда жоқсыз? Неге үлкен шоу программалар болып жатыр? Қазір қай каналды қосса да енді әртістер бірінде билейді, бірінде тағы отбасымен келеді, бірінде көйлектерін көрсетіп жатыр, зәулім салған үйлерін көрсетіп жатыр. Көрермендер де жоғалтып. Енді бұл сұрақты продюсерге қою керек, біздің ансамбльдің руководителіне қою керек деп ойлаймын. Өзіңіз енді ұмтылып, енді ұмтыламыз ғой, енді барлық жерге мысалы шақырады, мысалы продюсерлер, әрбір программаның жобаның продюсерлер келіп, осындай болып жатыр, келіңіз деп. Сол өзімізге барып жаңағыдай бізді алыңызшы, біз қатысайықшы деген секілді өтініш жасағым келмейді. Енді эстрададан алыстап кеттіңіз, енді қазір той бизнесте, нағыз той бизнесте сіздер жүрсіздер қазір. Достар, лайв бенд деп жатады, енді үлкен жақсы тойлардың қадірменді қонақтар сіздер. Әнді де саласыз, қазақша болсын қазақша, ағылшын тілінде болсын ағылшын тілінде. Енді тойларда мен сіздерді көріп жүрмін. Қазіргі эстраданың қалы қандай баға бересіз? Енді тойда да айтатын болсақ, енді көпшілік тойға жұмыс істеп кетті той қазір. Бірақ енді бір қуантатын жай, өте көп дарынды жастар шығып жатыр қазір.
Сондықтан да үлкен баға бере аламын. Айтып кетсем де болады. Мысалы, қазақ дауысына қатысқан Мархаба Сәбиева деген сіңілім өте өнеріне ғашықпын, әндеріне ғашықпын. Сондай бір жағдай қуантады. Жастар көп. Қазақ музыкасы артта емес, қайта алға ұмтылып жатыр. Сондай жағдай қуантады мені. Сіз оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласынансыз, мен білуімше. Өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып өтіңізші. Енді ата-анам, Құдайға шүкір, 70-ке кеп қалды, пенсияда. Өздерінің отбасы, немерелерімен, кішкентай ұлымен Кентау қаласында тұрады. Өзіміз бесеуміз, үлкен ағам, әпкем, мен екен 2 інім бар. Барлығы да отбасы, бала шағалары бар. Сіз ең алғаш эстрадада пайда болған кезде 2001 жылы мынандай алып қашпа әңгіме жүргенсіз туралы. Ная балалар үйінен шыққан қыз екен, ағайын туысы жоқ екен. Қайдан шыққан ақпарат бұл? Енді 1995 жылы Шымкент қаласында Арай деген облыстық байқау өткізілген. Сонда мен өзімнің авторлық әнімді орындағам, Сәби арманы деген. Колледжде оқып жүрген кезде, музыкалық колледжде, қасымда Жанна деген қыз, Алматының қызы болады. Ата-анасы жоқ, өзі детдомда өскен, соған арнап жазған әнім. Сол әнді сол байқауда орындағаннан кейін бәрі ойлаған, біз жетімдер үйінен шыққан жетім қыз деп. Жетім қыз деп ойлаған. Ол кезде Азия деген топ болып шыққанбыз, 3 қыз. Үшеуміз де детдомнан шыққан қыздар деп сыбыс жіберген. Содан қалыптасып кеткен сол әңгіме. Бірақ ол әңгіменің сізге ешқандай қатысы жоқ. Қатысым жоқ. Өсек әңгімелерге қалайсыз? Енді шоу-бизнесте алып қашпа әңгіме көп қой. Мән бермеймін. Артта қалдырамын. Внимание не обращаю вообще. Құрбыларыңыз кімдер сіздің? Өнердегі. Өнерде енді Айгүл Иманбаевамен жақсы араласамыз, Алтын Махамбетовамен, енді айта берсем көп. Жоспарларыңыз қандай? Жақын арада жақсы бейнебаяндар, жақсы концерттер, альбомдар күтуге бола ма қазақ елін Наядан? Әрине, қазір бізде енді Қытай елімен үлкен байланыс болып жатыр. Сол жаққа ансамбльмен концертке шақырып жатыр біздерді. Және Турциямен. Осы жаңа бітірген бір әніміз бар, Ана туралы, Анам жүрген ескі жол деген. Ол жаңалдегі айтып кеткенде менің жолдасымның әкесі композитор Мел Скеребаев. Сол кісінің әні жақында жарық көреді. Соған клип түсіреміз деген жоспарымыз бар. Алла бұйырса көре жатарсыздар. Жанды дауыс айтқан кезде адамдарға энергетика керек, драйв керек. Жанды дауыспен айтқан кезде терлеп бір ләззат аласыз. Ләззат аласыз. Фонограммаға деген ойыңыз қандай өзіңіз? Енді фонограмма керек, одан ешқай кетпейсің. Телевидение керек, бір үлкен концерттерге керек. Далада мысалы бір температура бір 0-ге түссе, мысалы концерттер болып жатады, ол кезде керек енді фонограмма. Жанды дауыспен айта алмайсыз. Шын Ная қандай? Шынайы Ная. Қарапайым, позитивті. Әрбір затқа қарапайым қараймын. Дүние қор емеспін. Шындықты жақсы көремін. Өтірікті қабылдамаймын.
жұмыскермін. Бриллианттар жинамайсыз ба? Жоқ, жинамаймын. Бірін алып, бірін сатып. Жоқ. Бүгінде еліміздегі отандық шоу-бизнеске қандай баға бересің, Ая? Кімдер ұнайды, кімді бақылайсыз, кімді сүйіп тыңдайсыз? Именно әншілерден, әншілерден Жанар Дұғалова ұнайды, Мархаба Сабиева, Али Уақапов, Айқын, өте позитивті әнші. Енді жастар көп айта берсек. 5 деген баға бере аламын. Өте қуантады. Жалпы көңіліңіз толады, бүгінде болып жатқан. Нағыз өнер, нағыз әнші деген дүние артқа кетіп қалған жоқ па? Бүгінде жастар бір бейнебаян түсіріп, оны бір телеарнаға беріп, ақшасын төлеп көрсетіп, ертені үлкен гонорарлар сұрап отыр. Тойға келу үшін басқа. Енді айта берсек көп, мысалы, әнші деген клип түсіреді. Сіз 15 жыл еңбек етіп келесіз, осы өнер саласында. Тойы бар, басқасы бар, клиптеріңіз бар. Бір мысал айтып кетейінші, жақында мюзиколаны бір интервьюсын көрдім, интернетте да бар. Мысалы, концерт береді олар. Концерт беру үшін үлкен қаражат керек. Ол қаражатты мен мысалы дейді 10 жылдың ішінде терім төгіп, жинап, сол қаражатты концертке салуым керекпін. Тағы да қарызға отыруым керек дейді. Сол үшін бізде Қазақстанда шоу-бизнес бар деп айта алмаймын, жоқ деп айта алмаймын. Оған үлкен қаражат керек. Біреуде қаражаты бар, соны қолданып, клип түсіреді, бір ән жазады, сонымен жұлдыз болады. Сосын гонорарын өсіртіп, сол ақшаны қайтару керек. Олар оған бизнес ретінде қарайды. Ал сіз қалай қарайсыз өнерге? Ләззат алу керек. Өзің жұмысынан ләззат алу керек. Өнерден ләззат алу керек. Халыққа жұмыс жасау керек. Сонда отдача дейміз ғой. Қайтарым болады. Қайтарым болады. Намысыңызға тимей ме? Бір сахнада кеше ғана келген, кейбіреуінің дауысы да жоқ. Оны сіз жақсы білесіз музыкант ретінде. Тиеді, әрине тиеді. Бірақ оны түйіп, жүрегіміздің бір бұрышына орнатып қоямыз, ол сезімімізді. Ашық айтпайсыздар, е? Енді ашық. Мынау ән ұнамайды, мынау әнші ұнамайды. Әркім талғамы, әркім өзінің талғамын өзі біледі. Енді біреулер тойға жұмыс жасайды, біреулер концертке жұмыс жасайды. Енді мысалы, ондай тойға жасап жүрген әндермен біз шетелге шыға алмаймыз, Қазақстанды көрсете алмаймыз, мысалы. Ол жаңағыдай тойдың әндері адамның түйсігін кішірейтетін сияқты. Менің ойым. Деградация процесі басталады, е? Концерт беру ойда бар ма? Репертуарыңызда қанша ән бар бүгінде? Әзірше 30 шақты әндеріміз бар. Бірінші альбом санағанда, екінші альбомымызды, қазір енді үшінші таспамызбен жұмыс жасап жатырмыз. Ойда бар, бәрі қаражатқа байланысты. Қанша қаражат керек бір концертке бүгінде? $50,000. Енді қарапайым концерт деп санасақ, арендасы бар, музыканттар бар, свет, аппаратурасы бар, рекламасы бар, орташа бір $50,000 керек. Ондай қаражат жоқ сіздерде? Ондай қаражат жоқ. Сіз өз жұмысыңызды енді бастаған кезде осы Ная, сен көрікті жансың, маған тоқал бол, екінші әйел бол деп сізге бір ұсыныстар болды ма? Жоқ. Естігенім бар енді. Ол бір құпия емес. Біздің көп әншілерімізде сондай бір рөл атқарады. Адамға байланысты.
адам қалай өзін ұстайды, қалай өзін көрсетеді, және де намыс ар дей ма, соған да байланысты, тәрбиесіне байланысты адамның. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай, Ная? Психологиялық кітап, орысша кітап. Қызымды босанған кезде әр әйел адамның өзі бір переходной бір периоды болады, депрессия дей ма, сондай. Соны жаңағыдегі жеңу үшін, психологиялық өту үшін психологиялық бір кітапты оқыдым. Сол. Депрессиядан шығуға өз көмегін тигізді ма? Иә, әрине. Өзім құрбыларыма да сондай бір ақыл берем. Әрдайым кітап оқыңдар. Сондай бір психологиялық әйел адамға арналған. Өсек аяңға қалайсыз өзіңіз? Жоқпын. Айтпайсыз? Айтпаймын. Тыңдамайсыз? Тыңдамаймын. Және де айтылған күнде де былай құлағымнан сырғып жіберем, қабылдамаймын. Біз сізден әйгілі әніңізді тыңдағымыз келіп отыр. Мазалы жырым. Иә. Өзіме ритм берейінші. Тербейді жырым, жанымның сырын, амалым бар ма, шыда, жүректің назы, көңілімнің сазы, менің жанымды мазала, мазала жырым, мазала мені, үмітпен жалғап бар арманымды, үміт оты қалғанша мазала. Мазала жырым, мазала мені, үмітпен жалғап бар арманымды, үміт оты қалғанша мазала. Рахмет сізге үлкен. Бар жақсылықтар тілейміз. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Назарларыңызға рахмет. Эфирде болған сұхбат. Мен есім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта болған әйгілі әнші Ная. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.